Ержігіт Ханзада мен болашақ мисс еңліктің арташылмақ. Ержігіттің бұрынғы жұбы Мадина ержігіттің ешкімге айтпаған сырын ашпақ. Сонымен қатар болашақ мисс еңлік жайлы да Мадинаға күтпеген ақпарат келген. Мадина әр эфир сайын ержігіт жайлы әңгіменің ұшын шығарды. Бірақ кезінде көзінен жас кеткенше ән айтып, малыш деп өліп қала жаздаған ержігіт Мадинаға сезім жоқ деп қояды. Дәмелері жас қызда болған Ханзада ержігіт қосылайықтың, Мұса бір болайықтың жұлдыздары болды деп жазды көрермендер. Иә, ержігіт пен Мадина арасындағы дау әлі де бітер емес. Мадинаның сөзінен шошып кеткен ержігіт менде де сен туралы ақпарат бар деп ой тастады. Себебі Мадина ержігіт Ханзаданың жасырған сырды біледі. Сондықтан Ханзада Мадинаның аузын астарлап жауып тастады. Қыздарды қарындасым дейтін ержігіт осы жолы Мадинаға қатты сөйлейді. Бұдан не көруге болады? Ержігіт пен Мадина арасында әлі де шешілетін мәселе бар. Бұл қандай мәселе екені әзірге белгісіз. Желі қолданушылары жарыса жазды. Ержігіт пен еңлік жұлдыз. Қатысушылардың пікірін уже тыңдамайды. Айжан сөйлеп отыр, ал екеуі менсінбей өз-өздерімен сөйлесіп отыр, екеуі өтірік эфир жасап отыр. Ержігіт өте нашар, өзі қу түлкі. Қызға тіл тигізіп, өтірік ақымақ болып отыр. Ержігіттен талай қыз қашып кеткен. Таныстықты тоқтатып, еңлік Мадинаға артық сөйлеме, біраз уақыттан соң өзің де тоқтатып, ержігіттен сөз естіп отырмайтыныңа кім кепіл? Мадина көк бет екен, өзін өзі ұстай алмайтын қыз екен. Еңлік жаным, ержігітте ер адамды таңдағаныңа өкінбейсің. Еңлік салмақты жақсы қыз, бақытты болыңдар. Нағыз қу түлкі ержігіттің өзі ғой, жерлесім болса да айтайын. Қоштасарда айтқан өлеңі өтірік болғаны ма? Елі 2 апта сайын сезімі суалып, жүрегі жаңарып тұрады ма? Еңлік екеуі дыва сапоға пара. Еңліктің мінезі Мадинадан өтіп кетеді ау. Мадина ұяты жоқ, оңбаған қыз екен. Өзінен үлкен ағасындай Нұрысқа қалай сөйлейді? Мәдениеттен жұрдай, тәрбиесіз. Нұрыс Мәдинаны қатынсыз қалса далмайды, не болса соны жаза саласыңдар. Ол Димаштың соқыр көзін ашайын деп еді, Димаш қуып кетті, мейлі обалы өзіне. Ол Димаш жексұрынға да қатын боп жарытпайды, деп жазды желі қолданушылары. Еске сала кетейік, эфир барысында еңлікке гүл шоқтары бұрынғы жігітінен келген болатын. Ал ержігіт ашуланып қалды. Ол жігіт кім?